Сәлем балақай, каналда көргеніме өте қуаныштымын. Каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгін біздер әліппе сабағынан Л дыбысына арналған екінші сабақты өтетін боламыз. Кәне балақай, мына жердегі суретке қарайықшы, ненің суретін көріп тұрмыз? Ара, бір ғана ара тұр, мына жерде бірнеше аралар тұр екен. Балақай, егер біз ара деп айтатын болсақ, онда бір ғана араны елестетеміз көзімізге. Егер аралар деп айтатын болсақ, онда аралардың көп екендігін түсінеміз. Ара жекеше түрде, аралар көпше түрде. Келесі мына суретке қарайық. Ала, бұзау. Ала, бұзау, бұл бұзаудың суреті. Келесі ала не болуы мүмкін? Ала күшік деуге болады, өзіміз мысалы құрастыратын болсақ. Келесі ала, бұл қарбыздың суреті. Ала қарбыз. Келесі сөз бас әріппен беріп тұр. Қарбыз, ала. Келесі мына жердегі жаңылтпашты оқиық. Ара, ара, аралар, ара, арал, аралар. Енді балақай, мына бір тапсырмаға қарайық. Бізге арала деген сөзді берген, енді осы арала деген сөздің ішінен бөліп сөздер шығаруымыз керек. Ар, ара, ала, арал, немесе алар. Осылай сөздерді құрастыруға болады екен. Бүгінгі Л дыбысына қатысты сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.